Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз талапкерлерді оқуға қабылдау модулінің баптаулары. Нақтырақ айтқанда, жүйенің әкімшілік бөлімінде жасалынатын баптауларға тоқталамыз. Ол үшін бірінші жүйенің әкімшілік бөліміне кіреміз. Бұл бөлімде біз бірнеше бөлімдерге тоқталамыз. Ең бірінші керекті бөлім ол бізде анықтамалар редакторы. Анықтамалар редакторы бөлімінен біз өзімізге қажетті анықтамалықтың атын таңдау арқылы немесе көрсетілген алфавит бойынша өзімізге қажетті анықтамалықты таңдаймыз. Бізге қажетті анықтамалық ол ең бірінші оқуға түсуге арналған пәндер. Яғни О әрпін таңдау арқылы біз оқуға түсуге арналған пәндерді таңдаймыз. Бұл бөлімде бізде талапкерлерді оқуға қабылдау барысында олардың бірыңғай ұлттық тестілеуде тапсырған пәндері бойынша параметрлерді орнатамыз. Яғни ол үшін ең бірінші өзімізге қажетті жылды таңдаймыз. Келесі пәндер типі бөлімінде келесі типтер қарастырылған, яғни жоғары оқу орнынан кейін үшін шет тілі, жалпы профильді пәндер колледжден кейін, міндетті пәндер мектептен кейін, мамандық бойынша пәндер, дайындық курсына арналған пәндер, колледжден кейін профильді пәндер, жоғары оқу орнынан кейінгі профильді пәндер, мектептен кейінгі профильді пәндер, және де жоғары оқу орнынан кейін шет тілін арналған параметрлер, және де оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттер бойынша пәндер типтері қарастырылған. Біз жеке-жеке тоқталсақ болады, яғни ең бірінші біз міндетті мектептен кейін, яғни жоғары оқу орнына түсу үшін бізде мектептен кейінгі міндетті пәндердің тізімі ол үшеу, яғни ол Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы. Бұл бөлімде бізде келесі ақпараттар қарастырылған, яғни ең төменгі балл және де ең жоғарғы балл. Және де бұл қандай да бір шығармашылық емтихандарға қатысатындығы туралы ақпараттарды көруімізге болады. Келесі, егер де бізде бұл жерде көрсетілген ең төменгі және ең шекті жоғары балдар басқаша болған жағдайда біз редакциялау батырмасын таңдаймыз. Және де редакциялау батырмасын таңдағаннан кейін ең төменгі балды және де ең жоғарғы балды өзіміздің таңдаған жылымызға сәйкес өзгереміз. Яғни бірыңғай ұлттық тестілеу орталығының бекіткен нормативтеріне сәйкес осы таңдаған жылда бізде шекті балдардың мәні қандай, сол балдарды көрсетеміз. Келесі, егер де бұл пән бойынша бізде шығармашылық мамандықтарда ескерілу қажет жағдайда осы яшықты белгілейміз, ал математикалық сауаттылық бізде шығармашылық мамандықтарда ескерілмейді, сол себепті міндетті түрде бұл яшық белгіленіп тұрса алып тастап сақтаймыз. Келесі, біз мектептен кейінгі профильді пәндер таңдасақ, бұл жерде барлық профильді пәндер қарастырылған, яғни талапкерлер өздерінің жоғары оқу орнында қандай білім беру бағдарламаларына түсуіне байланысты өзінің таңдайтын профильді пәндерінің тізімі қарастырылған. Бұл профильді пәндерге де біз шекті балдарды көрсетеміз. Яғни ол үшін өзімізге қажетті пәнімізді таңдаймыз. Бекітілген ең төменгі және ең жоғарғы шекті балдарды белгілейміз. Келесі, егер де бұл пәніміз бізде шығармашылық емтихан болып табылатын жағдайда шығармашылық емтихан мәнін белгілейміз. Егер де бұл пәніміз бізде шығармашылық мамандықтарда ескерілетін болса, шығармашылық мамандықтарда ескеріледі мәнін белгілейміз және де сақтаймыз. Яғни осындай ретпен біз осы бөлімде көрсетілген барлық пәндер типтері бойынша ең төменгі және ең жоғарғы балдарды белгілейміз және де олардың шығармашылық мамандықтарға қатысатынын, немесе қандай да бір пән бізде шығармашылық емтихан болып табылатын болса, сол мәндердің барлығын орнатып бекітеміз. Келесі бізде жоғары оқу орнынан кейінгі бейіндік пәндер, яғни бұл бөлімде де жоғары оқу орнынан кейін тапсырылатын қандай да бір бейіндік пәндер қарастырылған. Бұл жерде де өзімізге қажетті параметрлерді орнатамыз, яғни ең төменгі және де ең жоғарғы шекті балдарды орнатамыз. Шығармашылық емтихан болып табылатын болса, бізде шығармашылық емтихан туралы ақпарат белгіленетін болады. Яғни өзімізге қажетті барлық параметрлерді орындаймыз. Біз оқуға түсуге арналған пәндер бөлімінде барлық пәндер типтері бойынша өзімізге қажетті параметрлерді орнатқаннан кейін келесі анықтамалар редакторы бөліміне өтеміз. Яғни бізге керекті келесі анықтамалар ол білім беру саласы бойынша параметрлер. Яғни бұл жерде сіздің жоғары оқу орнында қандай білім беру салалары бойынша оқуға қабылдау қарастырылған және де білім беру жүйесі жүргізіледі, сол білім беру бағдарламаларының облыстарын қосамыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз. Келесі мамандық бағдарының атау бөлімінде қажетті бағдарды таңдаймыз. Яғни бұл бөлімде біз санмен басталатын
бөлімдерді таңдаймыз, яғни өзімізге қажетті бөлімді таңдаймыз. Келесі оқыту бағыты бөлімде, яғни бұл бағытта бізде тек қана көрсетілген бөлімдегі бір бағыт қана бойынша даярлайтын болсақ, өзімізге қажетті бағытты көрсетеміз. Келесі білім беру бағдарламасы бөлімде бізде қысқартылған білім беру бағдарламасы, толық білім беру бағдарламасы қарастырылған, немесе екеуі де қарастырылған жағдайда барлығы деген мәнді көрсетеміз. Және де түсуге ең төменгі орташа балл, яғни осы бағыт бойынша бізде түсуге ең төменгі балл, шекті балл қандай болып табылады, соны көрсетеміз. Яғни бізде барлық мамандықтар үшін ол 50 баллдан төмен болмау керек. Сол себепті осы мәнді қойып сақтаймыз. Келесі, егер де біз педагогикалық ғылымдар бойынша мамандықтардың бағытын таңдайтын болсақ, бұл жерде де өзімізге қажетті бағытты таңдауымызға болады. Ал егер де бізде барлық бағыттар қарастырылған жағдайда оқыту бағытын таңдамасақ болады. Келесі, білім беру бағдарламасы бөлімде бізде толық немесе қысқартылған қарастырылған ба? Білім беру бағдарламасы өзімізге қажеттісін таңдаймыз. Келесі, түсуге ең төменгі орташа балл, яғни бізде педагогикалық мамандықтар және де медицина саласы және де құқық қорғау мамандықтарында ең төменгі балл ол 75 балл болып табылады. Сондықтан өзімізге қажетті баллды көрсетеміз. Келесі, педагогикалық білім беру бағдарламаларының тобы бойынша арнаулы емтихан қарастырылған, яғни осы ұяшықты белгілейміз. Келесі, егер де біздің бағытымыз медициналық саласында болса, онда медициналық білім беру бағдарламаларының тобы бойынша арнаулы емтихан қарастырылған деген мәнді көрсетеміз. Яғни өзіміздің таңдаған мамандық бағдары бойынша қажетті параметрлерді орындап сақтаймыз. Яғни бұл бөлімде өзіміздің жоғары оқу орнында бар барлық білім беру бағыттарының бағдарлары бойынша ақпараттар толтырылады. Бұл бөлімде барлық ақпараттар толтырылғаннан кейін келесі бізге қажетті бөлім ол жүйелер конфигурациясы бөлімінен құжаттар үлгілері бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде локациядан өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз. Бізге қажетті локация ол талапкерлердің өтінішін онлайн қабылдау. Яғни өзімізге қажетті локацияны таңдағаннан кейін бізде бұл тізімде әртүрлі өтініштер қарастырылған. Яғни әр академиялық дәрежелер бойынша ақылы және де тегін грант негізіндегі өтініштердің үлгілері қарастырылған. Ол әр академиялық дәрежелерде жеке-жеке қарастырылады. Одан бөлек сұхбаттасуға арналған өтініштер, шығармашылық емтихандар тапсыру үшін арналған өтініштер, білім беру гранттарын тағайындау конкурстарына қатысуға арналған өтініштер, яғни барлық өтініш үлгілері қарастырылған. Сонымен қатар бізде университетке түсу бойынша қолхаттардың үлгілері, титульді парақтардың үлгілері, шығармашылық пәндердің емтихан парақтары қарастырылған, және де көпшілік оферта хабарламасы, тіркеу ережелері, яғни талапкерлерді қабылдауға қатысты барлық құжаттардың үлгілері қарастырылған. Осы үлгілерге өзіміздің дайын құжатымыздың үлгісін жүктейміз. Ол үшін өзімізге қажетті кез келген өтініштің түрін таңдаймыз. Бұл бөлімде біз өзіміздің таңдаған өтініш негізінде үлгілерді жүктейміз. Яғни бізде қазақ тілінде, орыс тілінде және де ағылшын тілінде 3 тілде қарастырылған. Біздің үлгілеріміз қай тілдерде жүктелу керек, сол тілдерді таңдаймыз және де құжаттарымызды жүктейміз. Бұл жердегі құжаттарға бізде параметр бөлімінде көрсетілген идентификаторлар, яғни сәйкестендіргіштер қойылады. Яғни бұл сәйкестендіргішті сіздер өздеріңіз қоюларыңызға болады. Яғни сәйкестендіргіште бұл жерде сіздерде өздеріңіздің өтініштеріңіздің түрі және де білім алушылардың жеке басына қатысты ақпараттарды толтыру үшін сіздер, яғни бұл жерде сіздер қандай да бір құжаттарға идентификатор қою үшін, яғни осы жерде көрсетілген клавиатурадағы позицияларды орындайсыздар, яғни Ctrl плюс F9 батырмасын бірге басасыздар. Яғни Ctrl және F9 батырмасын басқаннан кейін сіздерде категория бөлімінен merge файл таңдайсыздар. Келесі жолақтың атауы бөлімінде доллар белгісін орнатасыздар. Келесі қандай параметрді қолданғыларыңыз келеді, яғни бұл бөлімде параметрлер бөлімінен сіздерге қандай ақпарат керек, сол мәнді таңдайсыздар. Және де осы жерге сол өздеріңіздің таңдаған мәндеріңізді қоясыздар, ары қарай сақтайсыздар. Яғни осындай ретпен құжаттарға идентификаторлар қоя аласыздар. Ал егер де қандай да бір себеппен құжаттарға өздеріңіз идентификаторлар қоя алмаған жағдайда, барлық өтініштеріңіздің, титульді парақтардың, қолхат, барлық талапкерлерге арналған құжаттардың үлгісін Платонстың техникалық қолдау көрсету бөліміне жолдайсыздар. Сол бөлімнің қызметкерлері сіздерге жүктеп беретін болады. Осылайша сіздер барлық өздеріңізге қажетті құжаттарды жүктей аласыздар. Келесі тіркеу ережелері бөлімінде сіздер өздеріңіз текст түрінде
ақпарат жазасыздар. Яғни үш тілде талапкерлерге құжат беру барысында қандай ақпараттарды толтырулар міндетті, сол ақпараттарды жазуларыңызға болады. Осындай ретпен бұл бөлімде көрсетілген барлық құжаттардың үлгісі жүктеледі. Келесі бөлім ол бізде почта сервисінің баптауларын таңдаймыз. Бұл бөлімде яғни талапкерлер өтініш беру барысында оларға қандай да бір почталарына ақпарат келу үшін бірінші сіздер почта сервисін активация жасаймыз, яғни бұл жерде жоқ болған мәнді сіздер не өзгертесіздер. Келесі сервердің сыртқы адресін, сервердің портының адресін көрсетесіздер, электронды почтаның адресі мен құпия сөзін, және де авторизация парағында тіркелу сілтемесін көрсету қажет жағдайда мәнін орнатып баптауларымызды сақтаймыз. Яғни осындай ретпен барлық баптаулар орындалады. Келесі баптаудың түрі ол рөлдер редакторын таңдаймыз. Яғни бұл бөлімде қандай да бір қызметкерге талапкерлер тарапынан онлайн өтінімдер беру үшін баптауларды орындайтын қызметкерлердің рөлі қарастырылады. Яғни егер де сіздерде жүйеде қандай да бір қабылдау комиссиясының қызметкерінің рөлі болмаған жағдайда сіз жаңа рөлді құрасыз, ол үшін қосу батырмасын таңдайсыздар. Рөлдің атауын үш тілде толтырасыз, сақтайсыздар. Біздің рөліміз қарастырылды. Келесі қосу батырмасын таңдау арқылы бұл рөлге талапкерлерге қатысты модульдерді қосамыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз және де тізімнен қажетті ақпараттарды қосамыз. Ең бірінші бізге ол талапкерлер. Келесі университеттің инфрақұрылымын қосамыз. Келесі жоғары оқу орны туралы ақпараттарды, мамандықтар туралы ақпараттарды, білім алушылар туралы ақпараттарды және де білім беру бағдарламалары туралы ақпараттарды қосамыз. Және де жоғары оқу орнының баптаулары мәнін қосамыз. Өзімізге қажетті барлық модульдерді қостық. Келесі бұл модульдермен хатшылар жұмыс жасай алу үшін біз оны редакциялау мәніне өзгертеміз, яғни барлық мәндерімізді және де сақтаймыз. Келесі кеңейтілген құқықты орнату үшін редакциялау батырмасын таңдаймыз және де ашылған беттегі параметрлерді орнатамыз. Яғни ең бірінші ол бізге тұтынушы нұсқаулығы, яғни қолданушы нұсқаулығы. Келесі келісімнің баптауларын жасауға рұқсат береміз. Келесі талапкерлер тарапынан құжаттың түп нұсқасы берілмеген өтініштерді өшіруге рұқсат береміз және де егер де бұл қызметкер бізде осы модульдің баптауларын жасайтын қызметкердің рөлі болса, онда модульдің баптауларын жасауға рұқсат беріп сақтаймыз. Келесі білім алушылар туралы ақпараттарды қарау және редакциялау бөлімінде біз тек қана талапкерлердің жеке құжаттарын редакциялауға рұқсат беріп сақтаймыз. Осындай ретпен барлық модульдерімізге құқықтар беріп және де сақтаймыз. Осындай ретпен біз талапкерлердің құжаттарын онлайн қабылдау модулінің әкімшілік бөлімде жасалатын баптауларын орындаймыз. Осымен талапкерлерді онлайн қабылдау модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.